Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Біздер математикалық анализ 1 курсы бойынша есептер шығарамыз. Бірінші тақырыбымыз ол математикалық индукция әдісі. Яғни бұл жерде біздер мынадай теңдікті дәлелдеуіміз керек. 1 көбейту 2, қосу 2 көбейту 5, қосу тағы сол сияқты n көбейтілген 3n азайтылған 1. Бұл n-нің квадраты көбейтілген n плюс 1 болатынын дәлелдеуіміз керек. Енді математикалық индукция әдісінде біздер 3 қадам орындаймыз. Әуелі біздер индукция базасын тексереміз. Яғни әдетте біздер индукция базасы ретінде n-нің орнына 1-ді алып есептейміз. Сол жағына 1-ді қойсақ, сонда менде сол жағында 1 ғана қосылғыш болады, ол 1 көбейтілген 2 деген. Оң жағына n-нің орнына 1-ді қойсақ, онда ол 1 көбейтілген 2 болды. Яғни теңдік орындалды. Индукция базасы орындалды. Келесі, енді біздер индукциялық теореманы тұжырымдаймыз. Яғни n тең k үшін мынадай теңдік орындалады дейміз. Келесі жолы біздер индукция қадамын орындауымыз керек. Яғни сол жағында k-ның орнына k плюс 1 қойғанда ол неге тең болатынын көрсетуіміз керек. Яғни ол 2-ден 1 қосу 1 көбейту 2, қосу 2 көбейту 5, қосу тағы сол сияқты, қосу k көбейтілген 3k минус 1 деп мен k-сыншы мүшесін жазып кетейін. Және соңғысы ол мына формулаға k-ның орнына k плюс 1-ді қойсақ, ол мынадай болып кетеді. K плюс 1 көбейтілген 3k қосылған 2. Мына жерге k-ның орнына k плюс 1-ді қойдық. Сосын индукциялық теорема бойынша біздер алғашқы k қосылышы мынаған тең болатынын білеміз. Оған қосылды мына соңғысы. Енді әрі қарай тек қана түрлендірулер жасаймыз. Мынаны көбейткіштерге жіктесек, k плюс 1-ді сыртқа шығарып жібереміз. Біріншісінен қалғаны k квадрат, екіншісінен қалғаны 3k қосылған 2. Яғни мынадай өрнек болды. Одан кейін мына шаманың өзі көбейткіштерге жіктелетінін көреміз. Яғни бізде k плюс 1-дің квадраты көбейтілген, ал мына k плюс 2-ні мен k плюс 1 және қосылған 1 деп жазайын. Яғни біздер индукциялық теоремада k-ның орнына k плюс 1-ді қойғандағы теңдік пайда болды. Осымен теңдігіміз дәлелденді. Енді келесі қарастыратын есебіміз математикалық индукция әдісін осындай теңсіздіктерді дәлелдеуге қолдану. Мына жерде есепке мұқият қарайық. Байқап отырсаңыздар, мына бөлшектердің әрқайсысы ол мына заңдылыққа бағынбайды. Яғни n-ім 1-ге тең болғанда ол 1 болды, n-ім 2-ге тең болғанда ол мынауында 3-тен 1 болу керек. n-ім 3-ге тең болғанда мынауым 7-ден 1 болу керек. Олай болып тұрған жоқ. Себебі мына жерде бізде бөлімдері 1, 2, 3, 4 тағы сол сияқты 2-нің n дәрежесі минус 1 болғанша бөлшектердің қосындысы n бөлінген 2-ден артық болатынын дәлелдеу керек. Енді әдетте біздер математикалық индукция әдісінің схемасы бойынша әуелі база тексереміз. n-нің орнына 1-ді қойсақ, сол жағында тек қана 1 қалады. Мына жерге n-нің орнына 1-ді қойып тексеріп көріңіздер. Сол жағында 1 қосылғыш, оң жағында ол 2-ден 1-ден артық. База орындалып тұр. Енді бізге кішкене түсінікті болу үшін мен базаны n тең 3 үшінге тексеріп көрейін. Байқап отырсаңыздар, мен мынадай түрде мына n тең 3 болғанда бірінші бөлшегіміз 1-ден 1, соңғысы 7-ден 1 болу керек. Яғни осындай 7 бөлшектің қосындысы шығады. Енді байқап отырсаңыздар, мына 2-ден 1 ол 3-тен 1-ден артық. Демек, мына екеуінің қосындысы 3-тен 2-ден артық. Мына төртеуінің әрқайсысы 7-ден 1-ден артық. Мынаусы 7-ден 1-ге тең, бірақ мынау 7-ден 1-ден артық, мынау 7-ден 1-ден артық, және тағы сол сияқты. Сонда бұл төртеуінің қосындысы 7-ден 4-ден артық болады. Әрі қарай бағалау жүргізейік. Бірінші қосылышы қалды. Ал мынаны қарасаңыздар, 3-тің орнына мен 4-ті алсам, бұл бізде артық болды 4-тен 2-ден. Мынаны қарасақ, бұл бізде артық болды 8-ден 4-тен. Енді барлығын қосындыласақ, бұл 2-ге тең. Ал 2 деп отқанымыз, n-нің орнында 3 болса, 2-ден 3-тен артық болды. Осыды біздер базаны тексеріп алдық. Енді маған керегі индукциялық теорема. Индукциялық теорема
бірдеңесі дұрыс болмай қалды. Ctrl-Z түсінбедім. Так, бір минут, кешіріңіздер. Енді дұрыс болды. Тағы бір бет дайындап қойын. Енді екінші қадам ол индукциялық теорема. Яғни n тең k үшін бізде 1 қосылған 2-ден 1, қосылған 3-ден 1, қосылған тағы сол сияқты, қосылған 2-ның k дәрежесі азайтылған 1-ден 1, ол 2-ден k-дан артық болады. Яғни біздер осылай тұжырымдап тұрмыз. Енді үшінші қадам ол индукция қадамы. Үшінші кезекте біздер индукция қадамын орындаймыз. Әрине мен мына жерде n тең k плюс 1 деп жазуым керек те, мен бұлай бастай салайын. 1 қосылған 2-ден 1, қосылған тағы сол сияқты, қосылған мына 2-ның k дәрежесі азайтылған 1. Келесі сонда бөлшек 2-ның k дәрежесі. Одан кейінгісі 2-ның k дәрежесі қосылған 1 болады. Және осы топтағы соңғы мүше, соңғы қосылғыш, ол 2-ның дәрежесінде k плюс 1 азайтылған 1 болады. Енді біздер нені білеміз? Мына қосылғыштары ол k бөлінген 2-ден артық екенін білеміз. K бөлінген 2-ден артық. Ал мына қосылғыштардың әрқайсысы соңғы бөлшектен артық. Және бұндай бөлшектер саны қанша болып тұр? Жоғарыға қараңыздаршы. Бөлімінде 2-ның кубы азайтылған 1 болғанда, алымында 2-ның квадраты болды. Демек, бұндай қосылғыштар саны ол бізде 2-ның k дәрежесі болды, бөлінген 2-ның k плюс 1 дәрежесі азайтылған 1. Яғни мына бөлшектің әрқайсысы 1 бөлінген 2-ның k плюс 1 дәрежесі минус 1-ден артық. Мұнауда, мынадан артық, мұнауда соңғы бөлшегінен артық, тағы сол сияқты. Ал бұндай қосылғыштар саны 2-ның k дәрежесі болып тұр. Басқа жағынан, бұл бізде мынадан артық. K бөлінген 2 қала береді. Ал мен екінші бөлшектің бөлімін үлкейтсем, ол 2-ның k дәрежесі бөлінген 2-ның k плюс 1 дәрежесінен артық болып кетеді. Енді 2-ның k дәрежесіне бөліп жіберсеңіздер, амалдарын орындасаңыздар, бұл біздерде k плюс 1 бөлінген 2 болды. Яғни, n-нің орнында k плюс 1 болғанда, бізде осыншама бөлшектің қосындысы ол артық болды k плюс 1 бөлінген 2-ден. Осымен дәлелдеу аяқталды.